Сәлем достар, менің есімім Салтанат. Сіздермен бірге бүгін оңай, өте дәмді, ауызда еритін печенье жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоны соңына дейін қолдап қарап кетіңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, комментарий бөліміне тағы да қандай видеолар көргілеріңіз келеді жазып кетіңіздер, міндетті түрде жасайтын боламын. Ал бастайық. Ыдысымызға үй температурасында тұрған 120 грамм майымызды миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді үстіне 2 жұмыртқаның сарысын ғана саламыз. Қантымызды саламыз 50 грамм. Тағы да миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді ыстықтау сүт 30 мг сүтімізді құямыз. Ыстық сүт болу керек. Оны да жақсылап араластырамыз миксермен. Ал енді үстіне 120 грамм кукурузный крахмал, 6 грамм разрыхитель, 170 грамм ұнымызды салып, қамыр қарайтын боламыз. Қамырымыз жұмсақ емес, қатты да емес, орташа қамыр болады. Ал міне қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды бір 10-15 минутқа холодильникке қоятын боламыз. Арадан уақытымыз өтті. Қамырымызды холодильниктен алып, аламыз. Міне печеньелер дайын болды. Дәл осындай аппақ болып, әдемі болып шығады. Жұмсақ, тез піседі. Міне барлық печеньелерді мен пісіріп алдым.
Енді дәл мындай сгущенкамызды печеньенің үстіне айландырып, барлық жеріне жағып шығамыз. Енді үстіне тағы бір печеньені жабамыз. Ал міне дәл осылай. Енді печеньенің қосылған екі ортасына сгущенкамызды жағып, қасықпен дұрыстап, дәл видеодағыдай қасықпен дұрыстап, кокосовый стружкаға батырып алатын боламыз. Барлық печеньелерді дәл осылай етіп, сгущенканы жағып аламыз. Ал достар, міне печеньеміз дайын болды. Менде барлығы осынша печенье шықты. Үйде жасап көріңіздер. Өте дәмді, ауызда ериді. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға видеомыз ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.